Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындап отыру үшін менің арнама тіркеліп, лүпілді басып, қоңырау басуды ұмытпаңдар. Бүгін бізде 14-ші сабақ, 52-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып, қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап, сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрысып, мысықты босаттырды. Сосын бәріне: «Іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы», деп кейеді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін, тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады. Фариза Оңғарсынова. 52-ші жаттығуда балалар, мәтін не туралы айтылған? Мәтін балалардың мысықты қорлауы туралы айтылған. Мазмұнын айт. Біз қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, балалар, мұнда балалардың мысыққа қорлық көрсетуі. Яғни сол қорлықты көрсетіп жатып, оны Әлима апа көріп, оларға ұрысып, мысықты босаттырып, және де балаларға жөні түзу болсайшы деп ұрысқаны туралы екен, балалар. Жөні түзу, яғни жібі түзу деген адамгершілігі бар, мейірімді балаларды айтады екен, балалар, иә? Мәтіннің аты. Мәтіннің атына біз ат қоятын болсақ, балалар, тәртіпсіз балалар. Мәтіндегі негізгі ой балаларды адамгершілікке, мейірімділікке баулу. Балалар нені дұрыс демеді? Олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Балалар мысыққа көрсеткен қорлықтары дұрыс болмады. Әрқашанда үй жануарларын уақытылы тамақтандырып, оларға біз қамқорлық танытуымыз керек екен. 53-ші жаттығу. Мақалдарды көркем жаз. Мақалдардың мағынасын топта талқыла. Дәптерімізге әдемі көркем жазатын болсақ, балалар, әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы деп, дәптерлеріңе әдемі етіп, көркем етіп жазып ала қойыңдар. Мақалдарды біз талқылайтын болсақ, балалар, бірінші мақал бойынша әдепті баланың бойында тәрбие, ұят, адамгершілік, мейірімділік сияқты қасиет болады. Ал әдепсіз баланың бойында ондай қасиеттер болмайды. Басқа адамдарға зияны тиіп жүреді екен. Ал екінші мақал бойынша әдепсіз өскен адам айналасына көп зиян алып келеді. Ондай адамнан табиғат пен адамның игілігіне жарайтын бір ағаштың болғаны артық деген мағынаны білдіреді екен. 54-ші жаттығу. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құра. Құрағаның көркем мәтін екенін дәлелде. Оқиғаның басталуы, оның әрі қарай дамуы, оқиғаның аяқталуы. Сызба бойынша әңгімелеу мәтінін құрайтын болсақ, балалар, бірде Арнұр сабақтан соң үйіне қайтып келе жатыр. Келе жатып жолдан жараланған торғайды көрді. Жараланған торғайды үйіне алып келді. Оның жарасын таңып, жем беріп, қамқорлық көрсетті. Торғай ұшатын халге жетіп, көп ұзамай ұшып кетті. 55-ші жаттығу. Жоспар мен суреттердің көмегімен жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Жоспарды толықтыр. Бірінші, жанды табиғаттың өлу себептері. Ары қарай біз жоспарды толықтыруымыз керек екен, балалар. Жоспарды толықтыратын болсақ, балалар, қалған екіншісі қоршаған ортаға қамқорлық. Үшіншісі, қоршаған ортаны қорғау адамзаттың міндеті. Жанды табиғат бізді қоршаған ортадағы өсімдіктер, ағаштар, жануарлар екен. Біз қоршаған ортаға қамқорлық жасамасақ, жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Ағаштар мен өсімдіктерді суармайтын болсақ, олар қурайды. Орманды алқаптарда өрт пайда болғанда, өрт дер кезінде өшірілмесе, жануарлар мен құстарға үлкен қауіп төнеді. Қазір табиғатты қорғау үшін барлық жағдайлар жасалуда.
Мысалы, жануарларды, құстарды және өсімдіктерді қорғайтын қорықтар бар. Қоршаған ортаны қорғау адамзаттың міндеті. Егер табиғатқа зиян келсе, онда адамдарға да үлкен зиян келеді. Сондықтан табиғатты аялап, қамқорлық көрсетуді міндетке айналдыруымыз керек. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.